Ассаламуалейкум, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге 30 күнде висцеральды майды қалай кетіруге болады, сол туралы айтатын боламыз. Висцеральды май сіздің денеңіздегі майдың ең қауіпті түрі. Сіз қолмен шымшып ұстауға болатын тері астындағы майдан айырмашылығы, висцеральды май ағзаларыңызды орап гормондарды бұзады және өкінішке орай денсаулығыңызды баяу бұзады. Бірақ уайымдамаңыз. Егер сіз бәрін дұрыс жасасаңыз, оны қатаң диетасыз және шексіз кардиясызда висцеральды майдан құтылуға болады. Бұл бейнеде мен висцеральды майдың неге соншалықты қауіпті екенін, сізде артық майдың бар жоғын қалай түсінуге болатынын айтамын. Және ең бастысы 30 күннің ішінде одан арылуға көмектесетін қадамдық жоспарды айтатын боламын. Сонымен висцеральды май дегеніміз не? Және ол неге қауіп төндіреді деген сұрақтарға жауап іздесек, ол ағзаның ішіндегі сіз көрмейтін ағзаларға жабысқан паразит сияқты май. Бауырыңызды, ұйқы безіңізді, ішектеріңізді, простата безіңізді және ағзаның басқа мүшелерінде орап алады. Ең сорақысы, ол жай ғана жабысып тұрмайды, денсаулыққа белсенді түрде кері әсер етеді. Висцеральды май цитокиндер деп аталатын зиянды химиялық заттарды үздіксіз үнемі шығарады. Олар бүкіл денеңізге созылмалы қабынуды тудырады. Бұл ешқашан сөнбейтін, баяу жанып тұрған от сияқты. Висцеральды май сіздің денеңізден өтетін улы қалдықтар сияқты. Ол органдарды зақымдайды, қан тамырларын бұзады және гормоналды теңгерімді бұзады. Жалпы висцеральды май пайда болса, сіздің денеңіз аурулардың ұясына айналады. Инфаркт мен инсульттің қаупі күрт артады. Себебі қабыну артериялардың тез бітелуіне әкеледі. Инсулинге сезімталдық төмендейді. Бұл сізді қант диабетінің екінші типіне жақындатады. Тестостерон бұзылып, энергияны, мотивацияны және тіпті бұлшық еттің өсуін тоқтатады. Кейбір жағдайда сізде артық салмақ жоқ, арық болсаңыз да сізде висцеральды май болуы мүмкін. Мұны сырты арық, іші май деп атайды. Және ең сорақысы, бұл май ешқандай сигналдарды түсірмейді. Сондықтан оны өлтіруші деп атайды. Денсаулықтың ауыр проблемасы болғанға дейін ауырсыну айқын белгілері болмайды. Және адамдардың көпшілігі түсінетін шындық, висцеральды май сіздің денеңізге зиян келтіріп қана қоймай, ол сіздің энергияңызды кетіреді. Толық ұйқыдан кейін де шаршап оянасыз, көңіл күйіңіз түсіп, себепсіз тітіркеніп кетесіз. Жыныстық белсенділік толығымен жоғалады, өмірге деген белсенділіктен айырыласыз. Висцеральды майдың жоғалуына тек жаттығу мәселесі емес, ең алдымен өмір салт мәселесінің көмегі зор. Висцеральды майдың пайда болуына не себеп болғанын және оны қалай анықтау керектігін түсінгеннен кейін, оны тез түзетіп жоқ қыла аласыз. Ендеше висцеральды майдан қалай құтыламыз? Қысқаша айтсақ, дұрыс өмір салты құтқарады. Ұзақ жауабын бөліп айтып көрейік. Өйткені адамдардың көпшілігі күн сайын тіпті түсінбей висцеральды майдың жиналуына тамаша жағдай жасайды. Отырықшы өмір ең үлкен себеп болады. Көп уақыт рөлде отыру немесе басқа отырып жасайтын жұмыстағы адамдар. Ультра өңделген тағамдар, қантты тағамдар сіздің инсулин деңгейіңізді жоғарылатады және денеңізді май сақтау режиміне қояды. Әсіресе іштің айналасында. Қозғалыстың болмауы үлкен себеп болады. Кейбір адамдарда қозғалыс жасаса да висцеральды май жинайды. Неге дегенде, өйткені олар бәрін дұрыс жасамайды. Күш жаттығуларсыз, шексіз көп кардия, бұл бұлшық етті жоғалтудың, зат алмасуды бәсеңдетудің және ішкі ағзада одан да көп май жиналудың сенімді жолы. Енді басты кінәлардың бірі стресске тоқталайық. Стресс майдың магниті сияқты. Ал висцеральды май стрессті жақсы көреді. Неге жақсы көреді? Бұл сіздің денеңіздің стресс гормоны болып табылатын кортизол деген гормон. Ал кортизол жоғарылағанда бұл ішкі майдың отын қосу сияқты болады. Осы бөлімді қорытындылап айтсақ, висцеральды майдың себебі сіз әртүрлі өңделген химикат қосылған тағамдар жейсіз, аз қозғаласыз, жүйкеңізді көбірек жұқартасыз, нашар ұйықтайсыз, темекі, арақ қолданасыз және гормондарыңыздың төмендеуіне жол бересіз. Келесі бөлімде артық висцеральды майдың бар жоғын қалай анықтау керектігін, висцеральды майды қалай жою керегін айтамын. Висцеральды майдың деңгейін
өлчөүдүн эң дәл әдісі МРТ немесе компьютерный томографияға қаралу керек. Және висцералды майды анықтаудың бірнеше қарапайым тәсілдері бар. Алдымен біз белді өлшеу арқылы анықтауға болады. Ер адамдардың белі 102 сантиметрден жоғары болса, бұл висцералды майдың қалыптасқанын білдіреді. Екіншіде, биіктік пен белдің қатынасы. Беліңіз биіктігіңіздің жартысынан аз болу керек. Сонымен сіздің бойыңыз 169 сантиметр делік. Онда беліңіз шамамен 80 сантиметр немесе одан аз болу керек. Егер ол 80 сантиметрден асса, бұл сізде висцералды майдың тым көп екенін білдіреді. Үшіншіде, дене пішініне қарап висцералды майды анықтауға болады. Сонымен, егер сіздің ішіңіз қатты және дөңгелек, аздап боулинг добына ұқсайтын болса, бұл висцералды майдың классикалық белгісі. Егер қарныңыз жұмсақ, салақтаған болса, тері астындағы май деген сөз. Ол қауіпсіз, зиянды емес май. Бірақ ішіңізді ішке қарай тартқан кезде сыртқа төмен салақтап тұрса, ол нағыз висцералды май. Төртінші, энергияның деңгейі және тәттілерге деген құштарлық. Егер сіз тамақтан кейін ұйқыңыз келетін болса, қантқа құмар болсаңыз, үнемі шаршап, мажаурап тұратын болсаңыз, бұл висцералды майдың инсулин мен гормондарға әсер ететіндігінің белгісі болуы мүмкін. Және ең соңында денсаулық көрсеткіштеріне назар аударыңыз. Егер сізде жоғары қан қысымы, жоғары холестерин, диабет немесе инсулинге төзімдік болса, сізде артық салмақ болмаса да, бұл висцералды майға байланысты болуы мүмкін. Сондықтан осы диагностикалар болса, оған амал өлшеу алған дұрыс. Висцералды май улы газы сияқты, көрінбейтін, үнсіз және өлімге әкеледі. Енді сіз оны қалай анықтау керектігін білсеңіз, онымен күресуге болады. Висцералды майдан қалай құтылу керек? Жолда көп адамдар қателеседі. Олар үздіксіз өте көп ашығады, немесе үнемі жүгіріп көп шаршайды. Ал висцералды май болса, басқа тәсілді қажет етеді. Міне іс-қимыл жоспары ешқандай ауыр емес, тек шынымен денсаулыққа жақсы жұмыс істейді. Бірінші қадам. Өте аз жеген кейде денсаулыққа зиян болуы мүмкін. Қалыңыз азайып дегендей. Сондықтан дұрыс ойланып, денеде май жиналмай, майды жаға бастайтындай етіп жеу керек. Бұны істейтін ең оңай жолы белок пен талшыққа басымдық беріп, ультра өңделген тағамдарды тұтынуды азайтқан дұрыс. Неге ақуызға басымдылық беру керек деп ойлайсыз? Өйткені ол денені толықтырып, бұлшық еттерді қорғайды және зат алмасуды жылдамдатады. Ақуыздың ең жақсы көздері грек йогурты, жұмыртқа, тауық еті, стейк, балық, тағы басқа тағамдар. Талшық туралы айтсақ, ол қарапайым. Өзіңізге ұнайтын жемістер мен көкөністерді таңдап, оларды күнделікті жеңіз. Олар піскен, мұздатылған, қай түрінде де жарай береді. Және тамақпен бірге жейсіз бе, тамақ арасында перекуста жейсіз бе, маңызды емес. Бұл бірақ үлкен өзгеріс әкеледі. Ақуыз сияқты талшықта толтырады, тағы да ол ас қорытуға және ішек денсаулығына көмектеседі. Енді көмірсулар туралы айтайық. Көмірсуларды жеткілікті мөлшерде жеуге болады. Ал қант туралы айтсақ, қант висцералды майдың ең жақсы досы. Одан мәңгілікке бас тартпаймыз. Кейде керекті мөлшерде қолданамыз. Бірақ тез нәтиже алғыңыз келсе, келесі 30 күн ішінде қант сусындар мен қажетсіз тағамдардан уақытша бас тартыңыз. Сіз тамақты ұнатпасаңыз, бұл сізге ауыртпалық сияқты сезінеді. Сондықтан күнделікті өзіңізге ұнайтын тәттілер мен жеңіл тағамдарды тамаққа қосыңыз. Мәселе, сіздің диетаңыз сізге пайдалы ғана емес, сізге ыңғайлы да болу керек. Сондықтан 80-20 ережесін ұстаныңыз. Мұнда тағамның 80% жұмыс жасау үшін, 20% ләззат алу үшін жейсіз. Екінші қадам. Аптасында 3 рет күш жаттығулары жасау керек. Жаттығуға келгенде ерлердің жасайтын ең үлкен қателігі, олар мұны калорияларды жағу үшін жасайды. Калорияларды жағуды ұмытыңыз. Сіздің мақсатыңыз бұлшық еттерді құру ғой. Өйткені бұлшық еттер неғұрлым көп болса, метаболизм соғұрлым тезірек болады. Бұл диванда отырғанда да майды жағып отыратындығыңызды білдіреді. Аптасына 3 рет жаттығу залына барыңыз. Бірден бірнеше бұлшық етті дамытатын күрделі қозғалыстарға назар аударыңыз. Мысалы, еңкею, отжимание, приседание, отырып тұру. Сонда сіз әдеттегіден аз салмақты көтересіз, бірақ жақсы техникамен. Жаттығулардың қарқындылығын арттыру үшін көбірек жасау керек. Болса да, сізге көп демалу уақытын қажет етпейді. Тағы да жарақат алу
ықтималдығы да әлде қайда аз. Бұл сіздің барлық серпініңізді толығымен өзгертеді және сіз апта сайын аздап күшейесіз. Ол сізге жеңіс болады. Үшінші қадам. Күн сайын жүру қажет. Жаяу жүру висцералды майға қарсы күшті қару болып саналады. Неге жаяу жүру маңызды десеңіз, жаяу жүру кортизол деңгейін төмендетеді, метаболизмді жылдамдатады және дененің ауыртпашылықсыз висцералды майды жағуына көмектеседі. Күніне 8000 қадамға дейін жүрсеңіз, 300 калорияны жаяу жүруден ғана жағасыз. 8000 қадамды көп деп ойлауыңыз мүмкін, ол олай емес. Бұны сіз 1 сағатта ғана жүріп өтесіз. Бұл кардио жаттығулардың ең қарапайым түрі. 4-ші қадам. Ұйқыға жақсылап мән беріп, ұйқыны қандырыңыз. Ұйқыңыз қанбаған кезде денеңіз кортизол деңгейін арттырады және тестостерон деңгейін төмендетеді. Бұл комбинация висцералды майдың пайда болуын тіпті күшейтеді. Жалпы 7-ден 8 сағат ұйықтау жеткілікті. Тыныш жатып ұйқыны қандыру үшін бөлмеңіз қараңғы болу керек. Мүмкіндігінше бөлме температурасын 18 градусқа дейін төмендетіңіз. Ұйықтардан 30 минут бұрын барлық гаджеттерді өшіру керек. 5-ші қадам. Стрессті басқару өте маңызды мәселе. Егер сіз тұрақты күйзеліске ұшырасаңыз, денеңіз үздіксіз кортизолды шақырады. Және бұл гормон майды сақтауды жақсы көреді. Стрессті азайту үшін күн сайын көшеде телефонсыз 10 минут серуендеңіз. Таза ауа жұтыңыз, мұрын арқылы дем алуға тырысыңыз. Бұл сіздің жүйеңізді тыныштандырады және магний бонус ретінде ауадан аласыз. Ол кортизол деңгейін төмендетіп және денені тынышталуға көмектеседі. 6-ші қадам. Алкогольді тұтынбау керек. Егер сіз висцералды майды жоғалтуға шындап кіріссеңіз, оны толығымен тастаңыз. Алкоголь ұйқыңызды бұзады, ол тестостерон деңгейін төмендетіп, дененің өңдеу кезінде майдың жануына жол бермейді. 7-ші қадам. Тұрақты болыңыз, бірақ мінсіз болуға тырыспаңыз. Адам өмірде талай сүрінеді, қайта дұрысталады. Өмір солай, кейде олай, кейде бұлай. Ең маңыздысы енді уақыт өткізбей майды жоғалту жұмысқа кірісу керек. Ең жақсы нәтижеге қол жеткізгендер ешқашан қателеспегендер емес, қателесіп, бірақ әлі де алға ұмтылып жүргендер. Олар сәттіліктің бір бөлігі екенін түсінеді. Енді сіз жеткілікті түрде толығып, мотивацияланған болсаңыз, іс жүзінде не істейтініңізді қысқаша тізімін енді қарастырайық. Біріншіде, сіз көбірек ақуызды жеп, қантты тұтынуды азайтасыз. Екіншіде, сіз аптасында 3 рет гир көтересіз, жаттығу жасайсыз. Үшіншіде, сіз күн сайын жаяу жүресіз. Төртіншіде, сіз шынымен ұйқыға басымдық бересіз. Бесіншіде, сіз алкогольді доғарасыз. Алтыншыда, өмір ретсіз болып кетсе де, сіз тұрақты боласыз. Осыны 30 күн бойы жасағанда сіздің ішіңізбен өміріңізге не болатынын көріңіз. Бүгінгі видеомыз осымен аяқталды. Арнаға тіркеліп, лайк басуларыңызды өтінемін. Мүмкіндік болса, достарыңызға таратыңыздар, комментария жазыңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.